Саламатсыздар ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлге су құямын. Я поливаю цветы. Оқулық бойынша 95-ші бет, бірінші тапсырма. Сөз жұмбақты шешіңіз. Реши кроссворд. Балалар, бұл сөз жұмбақта 4 сөз берілген. Бірінші сөз 9 әріптен тұрады. Суретке қараймыз. Қыз, ғалдақ. Екінші сөз, балалар, 6 әріптен тұрады. Екінші терезе. Үшінші сөз 6 әріптен тұрады. Раушан. Төртінші сөз, балалар, 3 әріптен тұрады. Шар. Сөздікпен жұмыс. Словарная работа. Гүл, цветы. Су құямын, поливаю. Жақсы көремін, люблю. Ұнайды, нравится. Оқулық бойынша, балалар, 95-ші бетті ашамыз. Екінші тапсырма 95-ші бет. Тірек сөздер арқылы гүлдерді сипаттаңыз. Дайте характеристику цветам при помощи опорных слов. Тірек сөздер. Опорные слова. Қызыл, красный, ұзын, длинный, әдемі, красивый, сары, желтый, аз, мало, көп, много, қысқа, короткий, көк, голубой. Үшінші тапсырма. Қай сөйлем дұрыс? Анықтаңыз. Определите, какое из данных предложений написано правильно. Сен анаңа гүл сыйлайсың ба? Мен бәйшешек ұнайды. Саған гүлді ұнайды ма? Бәйшешек әдемі гүл. Терезеде 3 гүл жүр. Гүлге су құямыз. Выбираем правильные варианты. Давай, с самого начала.